Қош келдіңіздер менің арнама. Жалпы бүгінгі күнде сіздерге сетевой маркетинг, сетевой бизнес туралы айтып кеткім келіп жатыр. Жалпы айтқанда біздің Америкада естіген шығарсыздар, сетевой бизнес, сетевой маркетинг деген. Америка сетевойдың арқасында тұр, Америка сетевой бизнестің арқасында дамып тұр, Америка сетевой жағынан баяғыда дамып кеткен деп. Сол туралы кішкене айтып кеткім келеді. Жалпы біздің жақта қалай, Америкада сетевой бизнес қалай. Жалпы менің өзімнің ойым, айтып жатқан бәрі тек қана өзімнің ойым. Америкада қалай, Қазақстанда қалай, сол туралы айтып кеткім келеді. Жалпы Америкада сетевой бизнес деп, жалпы мен қандай компанияларды айтуға болады вообще сетевой бизнес деп. Сетевой бизнес деп, мысалы Apple компаниясын айтуға болады. iPhone, там неше түрлі, там iMac'тар, неше түрлі ноутбуктар жасайды. Или сетевой бизнес деп, McDonald's, KFC-ларды айтуға болады. Или сетевой бизнес деп, то же самый Hilton Garden, там Ritz-Carlton деген сияқты неше түрлі үлкен компанияларды айтуға болады. Жалпы сетевой бизнес деп. Өйткені олар Америкада да бар, Европада да бар, ол даже Қазақстан мемлекетінде де сол компаниялар жұмыс жасап жатыр. Өйткені сетевой сеть оларды. Ал біздің жақта сетевой маркетинг деп, көбінесе сетевой бизнес и сетевой маркетинг деп неше түрлі сеть арқылы заттар сатуға болады, сеть адамдар арқылы. Жалпы былай біздің жақта сетевой бизнес, сетевой маркетинг деген жалпы біздің түсінігіміз бойынша жалпы былай. Мысалы сетевой маркетингке кіру үшін, мысалы сетевой бизнес деп аталады, бірақ на самом деле олар айтады, типа, біз сетевой емеспіз деп, ал бірақ сетевой болып саналады. Мысалы қарасаң, сетевой маркетингке кіру үшін, сетевой бизнесқа Қазақстанда, мысалы бір компания ашылады, жалпы там неше түрлі заттар сатады ішінде. Мысалы просто пример шампунь деп алайық, мысалға там маркетингқа, сетевой маркетинг кіру үшін 5000 теңгеге зат алу керексің дейді. Мысалы примерно шампунь деп алайық, просто 5000 теңгеден алғанда шампунь деп алайық, шампунь аласың 5000 теңге, на самом деле ол шампунь базарда 500 теңге тұру мүмкін. Сол сияқты 5000 теңгеге шампунь аласың. Сосын айтады, егер де ол сетевой компания айтады, егер де сен астыңа 10 адам жазатын болсаң, 3 айдан кейін 50 000 теңге зарплатаға шығасың дейді. Ол шынымен де күшті. Мысалы 5000 теңге бердің, 3 айдан кейін сен 50 000 теңге зарплата аласың. Ол өте керемет. Мысалы қарасаң, мен де алғым келеді сол сияқты зарплата. И сен астыңа 10 адам жазасын, 10 адам 5000 теңгеден салатын болса, компанияға уже 50 000 теңге ақша түсіп жатады. И 3 айдан кейін компанияға 150 000, и сен ай сайын 5000 теңгеден салғанда 165 000 теңге компанияға келіп ақша түседі. 165 000 теңге компанияға түсіп жатқанда, саған бірінші жазылған адамға 50 000 теңге беру дымда кетпейді. Наоборот, компанияға выгода уже ар жағында 115 000 теңге. Егер де айтады, жаңағы 10 адам жазылған астына, каждый 10 жазатын болса, примерно 100 адам жазылады астына. 100 адам жазылатын болса, ол примерно 100 адам 5000 теңгеден тастайтын болса, 500 000 теңге компанияға кіреді. Сосын компания тағы да айтады бүйтіп, типа, егер де сол жаңағы 100 адам каждый ай сайын 5000 теңгеден салатын болса, 3 айдан кейін саған 200 000 теңге ақша беремін дейді. Ол да өте күшті. Сен где-то 5-6 айдың ішінде сен 200-300 000 теңге зарплата аласың. Ол өте керемет. И жаңағы 100 адам, ойлап көріңіздер, каждый 5 000-нан салатын болса, айына 500 000-нан 3 айда 1 500 000 теңге түседі компанияға. Ол компания бірінші жазылған адамға там 300 000 теңге беру мүмкін. Өйткені компанияға 1 500 000 ақша түсіп жатқанда 300 000 теңге бере салу дымда етпейді. Өйткені 1 200 000 компанияға қалады. Содан кейін тағы да 100 адам, 10 000 адам жазатын болса, онда примерно каждый 10 000 адам примерно 50 миллион теңгеден ақша түсіреді компанияға. 3 айдың ішінде 150 миллион ақша түсіреді. Сонда сізге там басында 5 миллион теңге беру мүмкін, может бірінші жазылған адамға, бірақ ол 10 000 адамға байланысты. 10 000 адам тағы да каждый тоже осындай зарплатаға жеткісі келеді. Сонда жету үшін артында там 100 000-даған адам жазылу мүмкін компанияға. Сонда айына 5 миллиардтаған ақша түседі теңгемен есептегенде. Ол тек қана 5 000-нан басталғанда. Қазіргі кезде неше түрлі сетевой бизнестер ашылып кеткен. Не только 5 000 теңге, ол жерде там 100 000 теңге, 200 000, 300 000 теңге салып жіберіп жатқан менің достарым, туыстарым, жалпы таныстарым бар. Мен өзім сетевой бизнесқа, примерно сетевой маркетингқа 18 жасымда 17 000, и содан кейін 5 000, примерно 22 000 теңге салып жібердім. Мысал қарасаң, тоже косметика сатасың дейді, и там интернеттен бірдеңе сатасың, анау-мынау дейді, дымда не істемейсің, просто бәрін өзіміз жасаймыз дейді. На самом деле ақша кетіп жатыр, и Қазақстан дамымайды дейміз, өйткені жан-жақтан сетевой маркетингтер ақшаларымызды суырып жатыр. Мысалы
бар шығар таныстарыңыз сетевой немен айналысып жатқан. На самом деле сетевой емес дейді, бірақ айналысып жатыр. Қаншама ақшалы, қаншама адамдарды соған тартып жатыр. Сондықтан сетевой маркетингпен айналыспағандарыңыз жөн деп ойлаймын. Өзімнің ойым, жалпы айтып жатқан өздеріңіз шешім қабылдайтын жалпы өздеріңіз. Ал Америкада сетевой бизнес деп жалпы Америкада да сетевой маркетинг, сетевой бизнес, сетевой маркетингтер бар. Сетевой маркетингқа Apple компаниясын сатуға через интернет айфондарын сатады. Ол мысал білесіздер, айфонның бағасы қанша тұрады, қымбат. Ол сетевой, Samsung-та сетевой болып саналады. Бүткіл мирда сатады телефондарын. Сол сияқты сетевой бизнес, соларды сетевой маркетинг деп соларды айтуға жалпы. Қазіргі уақытта мысалы сондай жаңағыдай сетевой компанияларға, мысалы Tesla, Apple, там McDonald's, KFC, Hilton Garden деген сияқты үлкен Toyota, BMW, Mercedes-Benz деген сияқты компаниялардың акциясын сатып алуға болады, соларға ақша салуға болады. На самом деле акциясын сатып аласыздар. Акция деген құнды қағаз болып саналады. Ол акцияны алғанда сіз акционер болып саналасыз, как будто владелец этой компании болып саналасыз. Сол компанияның как бір мүшесі болып саналасыз. Егер де сізде 51% болатын болса, сол компанияның сіз почти директор бола аласыз сол компанияның. Сол жалпы акция деген көп адамдар негізі Қазақстанда, жалпы СНГ-де көбі біле бермейді, бірақ білетіндер бар. Қазір уақытта Россия жақсы сол бағытта даму үстінде, Қазақстанда менің ойымша қазір уақытта енді дамып келе жатыр деп ойлаймын. Сондықтан ақшаларыңыз болатын болса, артық ақшаларыңыз болатын болса, сетевой маркетинг емес, неше түрлі андай махинацияларға емес, шынымен де акцияға, облигацияға салған дұрыс деп ойлаймын. Акция, облигация деген, акцияны білем жақсы, облигация деген әлі дұрыс білмеймін, бірақ сұрап білсеңіздер болады. Брокерларды естіген шығарсыздар. Жалпы біздің Қазақстанда екі компания бар. Екі компания дегенде екі сенімді брокерлар бар. Соларға мен сенем, соларда совет ете аламын. Мысалы, просто совет бұл жарнама емес, жалпы өзімнің көңіл ішінде жатқан, жүрегімде жатқан сөздер. Сіздер менің оқырмандарым, менің подписчиктарым соны көріп дұрыс шешім қабылдаса деп ойлаймын. Мен қазір уақытта Freedom Finance деп аталады, біздің Қазақстанда бар. Сол компания арқылы неше түрлі акциялар сатып алуға болады. И ол надежный компания. Содан кейін екінші брокерлік компания, ол Казпочта. Через Казпочта арқылы брокерский счет ашуға болады, и сол арқылы неше түрлі компаниялардың акциясын сатып алуға болады. Қазақстанда да неше түрлі компаниялардың акциялары бар. Даже Каспий KZ сатылып жатыр. Қазіргі кезде лондонский биржада сатылып жатыр. Мысалы қарасаң, Халық банктың акциясы бар, Темір жолдың акциясы бар, Киселдің акциясы бар, Қазақ телекомның акциясы бар, неше түрлі біздің Қазақстандағы Қазмұнайгаздың акциялары бар. Солардың акцияларын сатып алуға болады. Жалпы олардың акциялары негізі баяғыдан бар, бірақ простой қарапайым халыққа ешкім айтпаған, ешкім түсіндірмеген даже акциялардың қандай қуатты екенін. Мен ойымша сол акциялардың бәрі тек қана Қазақстанда жоғарғы элита, жоғарғы депутаттар білетін сияқты, ал простой қарапайым халық білмейді деп ойлаймын жалпы. И сондықтан білмегеннен менің ойымша неше түрлі сетевой маркетингтер басып кетті деп ойлаймын. Мен сетевой маркетингтер қазіргі кезде даму үстінде одан сайын. Оған еще қазіргі кезде жұлдыздар қосылып жатыр ол сетевой маркетингтарға. Сол жалпы ақшаларыңыз болатын болса, жалпы негізі акция, облигация алған дұрыс. И қазір лучше или депозит, самый надежный ол депозитқа салған дұрыс. И сол адам, менің ойымша, тез байымайды, тез бір күн ішінде байиды деген мен сенбеймін ондайға. Может быть, бар шығар, шынымен де талантты, шынымен де білімділер бар шығар, может, бір-екі күн ішінде байып кетіп отқан. Егер де или там лотерея ойнап ұтып алған адамдар бар шығар жалпы. Жалпы сол қысқаша осындай форматта видео салғым келді, сіздермен бөліскім келді. Қалай жалпы ұнап жатса, лайк бас, комментарий қалдырып, өздерінің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Мен каналыма қосылып, және де Instagram парақшама қосылып, сол жерде сұрақтарыңыз болса, тоже сол жерде сразу прямой қойсаңыздар болады жалпы. Жалпы сол рахмет көңіл бөліп қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға. Жалпы осындай форматта жазғым келді. Рахмет көңіл бөліп қарағандарыңызға, сіздермен болған Асхат, сау болыңыздар. Пока.